Жақ қызды алмайсың ба? Алмай не керек жоқ, о қыз не керек бар маған? Өліп қаласыз деді ма? 2 күнде зорға өтіп алдық. Болды, қашамыз мына. Арзанып кетті ғой досым. Бүйтіп жүре берсең дарбыз келеді әлі. Болды сөз. Балам! Ау, көке! Не болды, мойның салынды ма? Жақсы болып қалды. Ақшасын бердіңіз ба? 50 000 теңгесін? Қайдағы ақша менде? Сен де қой ақша. Олдың өзім беріп кіріп шығамын да, Берсең бер бар. Алып шықтың ағам бұл арам қап кетпекші ғой. Бізге келген машина емес мынау? Ол біздің машина сияқты екен ғой. Біздің машина сияқтысыз, сендердікі емес па? Сенен басқа адамда машина жоқ па? Шықтыш бұл. Да, все. Осы ше? Все, да, күн үзілесіп жатыр. Да нет, вы не беспокойтесь вы, да, ага. Да, молодая семья мы, да. Ой, орысша сөйлесіп жатыр ма? Жоқ, тәжікше. Көріп тұрсың орысша екен. Баяғыда орыс тілінен диктант менен көшіретін еді. Вообще білмейтін еді ғой. Жена есть. С утра до вечера на работе мы, да. Жақсы сөйлейтін болып қалыпты ғой. Все. Ладненько, ага. Все, хорошо. Все, созвонимся, ага. Андрей кіммен сөйлесіп жатсың? Кім? Ей, квартираның хозяйкасы. Квартира таптың ба? Сендерге дұрыс болды. Мына үйден бүтін үйдің астынан зорға шықтық қой. Дұрыс квартира қажады екен мынау. Ертең сосын жайғасқаннан кейін. Жайғасқаннан кейін. Не болып жайғассың? Қайтып сөйлесеміз мұны? Ой, сен сөйлеспейсің. Мен өзім жас семьямын деп квартирадан егес кеткен екен, сендер жайғастырамын ғой. Өзім тұратын адам құсап. Ертең сен жоқ кезде бұл келіп қап бізді қуып шықпай ма әйтеуір? Шықпайды. Сендер уайымдамасыңдар ше ол жағы. Сен жоқ кезде келіп бізді тексеріп қалса, қазақ тапса иә, қазақтар жоқ па? Қазақтар бұл орыстардың квартирасында тұрады. Мұқағали атамыз айтқан екен, Алматы қазақтардың астанасы, ұйғырлардың асханасы, орыстардың баспанасы деп. Шымкентке не қатысы бар? Болмайтын әңгіме айтпайсыз бе? Шымкентте сондай болып кеткен екен ғой. Шымкентте де сол келіп тұр ғой қазір енді. Алло? Келіп қалдыңыз ба? Болды. Біз дайын тұрмыз. Есіктің алдында. Келе беріңіз. Кім? Режиссер келе жатыр. Киноға түсіретін ба бізді? Иә, осы миымды жек қойдыңдар ғой, режиссерің ғана, режиссерің ғана деп. Молодец. Келе жатыр міне. Сөзінде тұрады. Мына келіп қалмайсыз ма? Міне. Тұрыстап былай амандасып яғыңдар мақма? Уағалейкум ассалам, қалай? Жақсыңдар ма? Жақсы жеттіңіз ба? Жақсы. Үстіне не киіп ағам? Мынауың. Ұрық қылмысты ашуға келген детектив сияқты ғой мынау. Режиссер деген осындай болады ғой. Қиялай болмай ма? Амандаса шығарып алып. Қайсы ба, набалдар ма? Саламатсыңдар ма? Саламатсыңдар ма? Осылар мір. Бал жақсы. Ебі бар ма балдардың жалпы? Өнердеміз ғой, өнердеміз ғой. Өнердің түрі бар ғой, не істей аласыздар өнер болғанда? Мен той жүргізем, тамадамын ғой. Той жүргізем. Сіз ше? Мен бет ашам, артынан сразу жастардың некесін қиып кетемін. Ой, жақсы екен да, иә? Сіз не істей аласыз? Менікі қиындау сәл. Қандай? Ал тойхананың ішінде дәу шар тұрады төбеде. Екі жас жұбай астына келген кезде мен соны жарып үлгеремін ғой. Сізден басқа адам жарамайды ғой. Жоқ, бойым ұзын, қолымда жаратын бар да мен специально өзім істеттім. Ереке қалды бұран бәрі өнер болып кеткен бе? Жақсы. Машинаға отырыңдар онда, жүндір. Дальше көрейік. Отырыңдар. Көке жүріңіз кет. Көке жүріңіз кет. Жүріңіз. Онда жігіттер, квартираға барайық. Иә, сөйтейік. Қоя тұрмыз ғой квартирасыңыз. Бірінші тамақ жемейміз бе? Бір жерден барып тамақтанып алайық. Осы қалаға келе бер мен өз байқап жүрмін. Бір тойып тамақ ішпеппіз ғой. Бәрі сен аласыз. Көке сәл жайырақ қаттырақ жүрсеңізші. Ой, қырық қой қалаң барлығы жігіттер. Камера толған. Нақшы мен камераны көбейт жүрген, е? Біреуіміз екеуден қойып тұғына біреулер.
негізі бар ғой, бұл камераны қойған себебі халықтан ең ақша жинаудың оңай жолы екен ғой. Қойшы. Үйде жатып, камераны қойып қойып, Рахат, балыққа қармақ сап қойған сияқты. өзі түсе береді ғой. Алтын балық құсап, халықтың өзі түсіп жатыр мысалы қазір. Мен сонша естім. Осы камерадан, штрафтан түскен ақшалар бар ғой, мемлекетке түспейді деген. Енді? 2-3 адам қалтасына түседі деген. Мен де естігем. 10% ма неге түседі деген ғой? Үкіметке қалған бәрі жеке адам қалсын. Шымен бәрі үкіметке түссе, мысалы қыста қар жауды ше, қанша күн жатты мысалы. Соны тазалайтын еді ғой? Тазаламайды. Көктем болса көлдария болады. Көлдария сол. Судың бәрін ағатын жағынан. Аз болса ассап, бір көшені жуу жоқ. Көрініп тұр ғой бәрі. Сонда біз бүкіл Қазақстанның шоферлары болып 2-3 адамды асырап отырмыз ғой. Ғайбатқа өте жақсы кетесіңдер, ә? Ғайбат емес бұл? Тастап қойсаң болды ғой, біз іліп кете береміз. Таста да кетсей болды ғой. Адамдар. Ғайбатты шындық деп, несиені қарыз деп, зинақорлықты махаббат деп атасып жүрміз ғой қазір. Бәріне сөзі өсіп кетесің ше. Қиындатады. Әжептәуір мощный жеңіл өмір сүрсе, легкий өмір сүрсе, сол ауыр жүрмей. Легкий өтіп қой. Гаймарит ұқсап бүйтіп ауыр болып жүрміз. Жеңіл жүр. Ана жерлерді өлтіріп те. Талдардың бәрі қурап қапты қарасай. Осы талдарды бар ғой. Бір түбінің өзінше Африка елінен әп келеді екен ғой. Бәрекелді кетті қалай қалапса. Assalamualaikumlar. Aleykümselam. Günler arkadaşlar. Біздің мамашыңардың қаяқтан біледі ма? Мағына сөйтпесін, гүлнәр дегендей болды ма? Гүлнәр деп жатқан жоқ. Гүлнәр. Түркше қайырлы күн деген сөз ғой. Қайырлы күн деген. Ташаккурлар. Тәшәкүрлер. Рахмет деген сөз ол. Таза түрік болсында бұл кісі? Түркиядан арнайы келген повар ғой. Арнайы Түркиядан келіп тұрмысында ма? Иә. Қойым, Вановкада бір алма сатып тұрған жерінен сүйреп алып келген. Бұл жерде кез келген Түркияға барудың қажеті жоқ. Өзі келіп тұр. Сонда біздің қазақтарына түріктің тамағын дайындай алмай ма? Адам істеген адам істейді ғой. Сол адам істейді ғой. Тамағы былай тұрсын, шайының өзі бір ерекше ғой. Мына түріктің кезесі бардак деп аталады. Ұстайтын жоқ па не білмейтін? Құсшының киносын көрмегенсің ба? Құсшы бүйтіп шай ішіп отырады ғой. Міне құсшының шайнегін көрдің ба? Түріктің асханасы бұл, не деген? Зор да бұл. Шайнегін қара. Рекламаны өлтіреді. Бізді ауылдан кино түсіруге емес, бір реклама түсіруге алып келген сияқты ғой. Сондай болды. Сен бүйтші, кино басталам деген жерде рекламамен бәрі айтып ал да. Кинода таза кино түсірейікші. Шашат жібердім реклама. Жігіттер не болса да мақтауын келтірді ғой. Қарында ашып кетті оның үстіне. Шымшық сойса да қасап сойсын дейді. Жақсыны көрмекке көрсек көрейік кетіп жесеңізші. Қайда отырамыз? Любой жерге отырсай. Дәурен, сен маған отырсай. Шынымен мынау кәм құламайсың, нық отырасың дейді. Қойшы, семайдың шығарым болған кәнді. Жүріңдерші. Оңыстыра же мынау шашпай төкпей жейді екенсің де алдында. Біреуін ақ қою керек саған. Бісміллә. Не отыру керек, диван отыру керек де. Алло, қайда жүрсің? Тамада сен қуасың бай? Сералы, мен саған сеніп тұрмын ғой енді. Қонақтарым келіп қойды. Қандай жағдай, мен сені қалай түсінем енді, мен өзім қиналып тұрмын ғой. Сералы, тамадалардың бәрі осындайсыңдар ма сендер әйел? Бүкіл қонақтарым келіп қойды ғой енді. Сералы.
Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Темекі бар ма? Темекіңізден болса. Спичка бар ма аға? Әкел бер. 12-де бір сайманың жоқ. Үйіңнен тек қана ердің алып шықтың ба? Не болды? Ашуланып. Ой, әкең төбеде той беріп жатырмын. Тұсаукесер той. Соған тамадан лақтырып тұр ғой. Сералы деген жігітке бергем. Келе алмайым дейді. Жағдайым бірдеңе деп. Аға, ешқандай уайымдамаңыз сіз. Адамына жолықтыңыз ғой дәл қазір. Мен өзім командам бар ғой, той басқаратын. Қой, ей? Дәу командам бар ғой. Болды. Прям дәл қазір келе алам ба? Дәл қазір келгенде осы кафеде тамақтанып отырмыз ғой астында. Қой? Ақшанды беріп қойыншы, ана тамадаға берем деген 100 мың мынаны. Ал, ұнап жатсаң тағы берем, інім. Болды аға. Келесіңдер ғой? Келгенде енді бір но болып тұрды аға бір. Не но? Балдардың киімі жоқ. Қойын прям тыржалаңаш жүрмеген шығар енді? Жоқ, тыржалаңаш емес қой, мынандай киімдері бар. Костюм шалбарлар жоқ та? Ой, тұсаукесер, не костюм шалбар керек? Прям кіре беріңдер. Екінші этажда боламын. Болды аға. Темекін кейін шегесің, давай, уақыт жоқ, бол, тез. Болды. Келіңдер. Екінші этаж. Болды. Балдарға айтайын. О, шай келді. Шайнекпен бермейді ғой, үйіс береді қоясың, ә? Берсе болды, ладно. О жақ құшының жайы ма? Қып-қызыл шипір қой кеп тұрды. Табар, ұқсып кеткен бәлі. Ей, ішіп көрсейші сен. Жігіттер, шай жеп жатсыңдар ма? Заказ бергенде жақсылап тамақтанып алды. Ержан, 1 минутқа. Келіп кетші, бір әңгіме бар еді. Қандаш? Заказ беріп қойдық қой. 10 минуттан кейін келеді деді ма? Ержан, мына төбеден жақсы отыр шығып тұр. Соны жүргізу керек. Әр аяқ алсын көрейін мен. Мыналар ма? Бұлар ауылда 5 жерден басқа ештеңе жүргізбеген ғой. Ой, үстеді ғой бұларда. Домбыра бар ма? Домбыра барлығы бар, мен барып алып келемін қазір. Тұсаукесер екенде балдарға жақсылап дайындалсын. Жырту керек мағыма. Давай. Жігіттер, өздеріңді көрсететін кез келді. Кімге? Не көрсетеміз? Кімге не көрсетеміз? Режиссерға. Нені? Өздерің емес пе жаңа? Ойбай, өнердің ауылдамыз, тамадам, беташам, шаржарам деген. Сол жоғарыдан заказ алыпты. Уже ма? Жоғарыдан бізге шығып жатыр ма уже? Ойбай. Ой, осы кафенің 3-ші этажынан. Осы кафеңіз бе? Мен жоғарыдан бір әкімдер ма шақырып жатыр екен. Бірден жоғарылап кеттік не болды деп. Өздерің емес пе? Ойбай, өнердеміз, өнердің Оның ауылдамыз. киімі жоқ қаяқтан оған қазір. Біз ауылда. Біз жүргізуіміз керек осында. Мен бешердекті жүргізбесем бола ма? Тұсаукесер деп айту жаңа. Мә. Бергер. Тұсаукесер қаз балам. Ал аға. Бастасаңдаршы. Бастағанда адамдардың жиналмай ма? Адамдар түгел ғой жиналып қойды ғой. Жеңшемдер келмей ма? Сен жеңшең не істемексің, ә? Жоқ, не істемекші бол, жаңа бала келмей ма тұсауын кесетін? Қайдағы бала? Кітаптың тұсаукесері айналайын. Кітап па? Ақынмын ғой мен. Ақынсыз ба сіз? Мен прическамнан көрініп тұрған жоқ па? Мен страшный ақынмын. Болды, аға. Уайымдамаңыз, бастаңыз, болды. Ана бірінші сөзді депутат көкелеріңнен бастайсыңдар. Ержан. Ержан, болды, аға. Уайымдамаңыз. Қош келдіңдер. Баста. Мына құлағын турлап беретін бір мұсылман табылмады ғой, қайсар? Құлаған әлі турлап жүрсің міне оны? Еш болмай жатыр ғой. Сен не істеп жатсың? Не істеп жатсың дегенде шар жармай ма қазір? Поқ өткізіп төбеден. Шоу көрсетеді мен ғой? Шоуменмін десе бүгін сен, ә? Сондай болып тұр ғой. Өзім көрсетпесем ешқайсысын көрсетемейсіңдер ғой. Кеш мынаны қырқып жіберші мына жерді. Пышақпен. Кеш жіберші. Абайлашы қолымды. Қан жасап, шоу ерте басталып кетпесін мына жерде. Мынағында мына жерде жалбырап тұрған кеш жіберші енді. Дұрыстап ұстасай, дұрыстап қатты ұстасай. Мұны жалбырап тұрған кестедің болсан? Өзің дұрыстап айтпайсың мен? Жалбырап тұрған ол, бәр жер жалбырап тұрған. Құрттың ғой мұнан, қайсар? Болмай ма не, ол не?
Мына өзі сетінеп тұрған сияқты ғой, тартып. Мына бүйте салайық. Қолына алып тастай салайық мынаны. Бәрін алып тастамақшысың ба? Иә. Мешайт етеді ғой, осында қолыңа да бүйтіп тіреледі онаң бәрі. Онсыз да мына астында ізі бар екен ғой, мына кір-кір болып тұрған іздер. Сонымен ақ бүйтіп тарта бересің. Әке, бұны қырқып тастайық бәрін. Ержан, бол басыңдар жібер бол. Қазір. Адамдар жиналып қойыпты ғой. Болды қазір. Қаз балам, қадам бассаң маз балам, тұсау күткізейін. Қаз боламыз, осы ойын оқып отырсың ба? Жеңіліс бұл. Асабасылар саны, ақсақалы данышпаны, қайран біздің қазақ ел. Мына білдірілген бала кішкене қадам басқаннан кейін қадамы нық болсын деп, біреулер тоқ шекпесе тоқшылық болсын деп, біреулер ала жіппен кеседі аға, біреулер ашкемнің ала жібін аттамас деп, біреулер аш шекпен кесетіндер жоқ. Сондықтан баламыз қаз балам. Бергел. Қайдағы қаз балам ай? Кітаптың тұсаукесері ғой. Айтпады ма дән ол? Балаңыздың тұсаукесері деді ғой. Кітаптың тұсаукесері. Ақын мұны кітап жазған. Енді бұл кітапта сіздің бір балаңыз емес пе аға? Ішіңізден шыққан шұбар жылан ғой бұл да аға. Дұрыс аға, ішінен шыққан шұбар жылан оңай емес кітап жазуда. Дұрыс. Сондықтан да ағамыздың осы кітабына спонсорлық қылған ағамыз да төрде отыр. Олай болса баршаларыңыздың құрмет қошеметтеріңізбен депутат ағамыз шақырамын. Депутат келмей ел болмас дейді ғой біздің қазақта. Келіңіз депутат аға. Олар әлі отыр ма? Жігіттер, дайынсыңдар ғой? Сен шар жарасың? Мен дайын. Сен айтасың? Иә. Бұл үшіндер басын айнап отырық. Бәрі келді. Ассалаумағалейкум аға. Мінекейіңіз. Ал, мына қаламың ұштала берсін, кітабың құтты болсын, соңғы кітап болсын. Негізі бұл рәсуа ғой әшейін. Қазіргі жастар кітап оқымайды, бәрі әлеуметтік желіде. Сондықтан мен дос болғаннан кейін, спонсор бол дегеннен кейін, Досшылатып айтады десеңші аға. көңіліңе қарап досшылатып айтады енді. Көңіліңе қарап әйтеуір спонсор болдық қой. Ақшаны қалың алып кеткенің кітаптарың жұқа ғой. Білмейді аға. Өйсіз анау бір ағасы сияқты кітап жазған ғой. Сөйтіп бүкіл достарын шақырып, қалай, кітабым қалай, оқыдыңдар ма десе, достар айтады дейді. Кітабың жақсы, бірақ қағаздар кішкене қаттылау екен де. Жүріп кете берген да аға. Қалың болғанда. Ал олабыз аға, лентаны қиыңыз өзіңіз олабыз аға. Қол соғып қояйық, құрметті ағайындар. Ал. Бәрекелді. Сенің ағаң керемет, одан артық не керек? Қамқоршымыз болып жүр, нұрын себелеп. Өзі сондай сыйладам, жеңешемді сыйлаған. Ағам бардау алдыңдау, неге қиналам? Ағам бардау алдымдау, неге қиналам? Бәрекелді аға, сіздің құрметіңізге. Мына байғазың болсын айналайын. Берсеңдер сендер де қыстыр. Беріңдер де абайды. Бәрің беріңдер. Рахмет аға. Сіздің құрметіңізге айтты аға, жігіттер. Рахмет. Рахмет аға, Алла разы болсын аға. Өсіңдер, өніңдер. Бұл кітаптың қағаздары жұқалау екен. Ағамыздың кітабының ба? Жаңа әзілге айтып жатсыз ба? Қағаз жыртылып кете береді десеңізші. Мына балдардың әзілдері өтті маған. Өзім сияқты ауылдың балдары сияқтысыңдар ғой. Ауылдікіміз аға. Сендер бер жақындаңдар. Бүгін бір жас ерекшелік болмасын, мандат, субординация сақтау деген болмасын. Бүгін бір ерекше өзіміз бір жақсылап, көсіліп отырайық, кеңдер жақындаңдар. Аға енді мынау енді ағамыздың енді сонда да енді кітабының қалың жұқалығына емес, ішіндегі жазған дүниесіне үңілейік. Ағамызға бір өлең оқысақ аға. Айтсын. Авторға. Бәрекелді. Аға. Кітап енді өзімдікі ғой. Қарамай-ақ оқиын. Қалықтадым көккемен, ай мен күнге жақынмын. Бәрекелді. Бәрі оқып жатыр ма? Демек мен зор ақын. Ой, керемет, зорсыз аға. Зорсыз. Ағамыздың керемет аға. Ағамыздың осындай әдемі жыршымақтарынан кейін бізге де неге батыр, ой кеп батыр аға. Мына ініңіздің әдемі бір депутаттар жайлы несі бар, жаңа айттыңыз ғой, мандат нәрсе болмасын, арамызда ешқандай не болмасын деп. Бір көңіліңіз көтеретін депутаттар жайлы бір әні бар. Сайла, депутатты сайла, қалдырмайтын беймаза бір ойға. Сайла, депутатты сайла, ауызыңды қаратпайтын айға.
ертеңіңді ойла. Құрғақ сөзбен ел жұртының қанын ішпеген, сайлаудан соң уәдесінің бәрін істеген, нұр отанды еске алмайтын сағынышпенен, тендір деп түсінбейтін бағыр істеген. Таңда депутатты таңда, ақиқатты айта алатын ханға. Таңда депутатты таңда, ар намысын сатпайтұғын нанға. Жыламайсың сонда деген екен. Кеңдер бер, жақындаңдар, отырыңдар. Мынау кімнің әні өзі мынау? Кел, жақындаңдар, кел. Тартынбаңдар. Інім, тамақты алдырсай, тамақты. Тамақ бұл. Әкел. Кел, інім, кел. Аға, шынымен жаңа Нұрлан Есенқұлов деген ініңіздің әні ғой жаңа ше. Шынымен уәде бересіздер да, сіздер емес, басқа депутаттарды айтамын да. Уәде беріп атта кейіннен орындалмай кетеді ғой, соны наған ғой. Өлтірген бірақ. Бәйя біздің ауылда білесің ба? Лапшабек деген депутат қатысқан тұғын. Сөйтіп түсті да. Мектепті көріп, мынау не мектеп мынау? Деп сайлаудың алдында агитация жүргізеді ғой. Жүргізіп бақты да, мынаған капремонт жасайын бір нәрсе деп, сразу ағаш кругляк түсірді ғой. КамАЗбен дәу КамАЗбен бүйтіп кранмен түсіріп деп ауылдың бәрі сенді. Біраз сенбей жатыр еді, құм түсірді. Құм түсірген кезде бүкіл ауыл сенді ғой, бол дауыс береміз деп. Бәріміз дауыс бергенбіз. Сайлау өтті, ертесіне қайттан круглякты көтеріп артып кетіп қалды ғой. Шалдары барып ұрысып, нағымайсың, нағып енді істемейсің десе айтып қояды ғой. Ой, сендерден ешкім маған дауыс берген жоқ. Маған ешкім дауыс берген жоқ сендердің ауылдарыңда деп. Мына өтірік әңгіме мен шығарған әңгіме ғой. Кім айтып жүр бұл әңгімені? Баяғыда ол біздің ауылда бір кісілер ғой. Шынымен ағалар, Қадыр атамыз айтқан екен ғой. Соғыстан кейін батырлар жерленеді, сайлаудан кейін уәделер жерленеді деп. Жоқ, сіздерге қатысы жоқ, бірақ сондай нелер бар ғой. Негізі тікелей бізге қатысы бар, неге қатысы жоқ енді. Мен ана біраз компаниям бар, фермаларым бар, фирмам бар, білесіңдер. Соның төленбеген налогтар бар, маған сол налог жабылса болды негізі. Налог төлемейді ғой депутат біз, мыналар не үшін жүргендерін білмеймін, мен налогым жабылса болды. Бірақ биыл жаңа Қазақстан сайлау әділ болады деп жатыр ғой. Мә, болмайды. Кім айтты оны саған? Әділ айтты. Қай әділ? Әділ эвент ше, концерт ұйымдастырушы. Болмайды ол, қол бос емес ол. Саған ондай адам әділ деп жатқан жоқ, жалпы сайлаудың таза болады дейді сайлау. Шынымен сайлау болады дейді. Биыл әділ болады. Мен ана кандидатурамда биыл алып тастады. Қанша адам салдым, қанша звондадым, әркімді қостым, болмады. Биыл әділ болады биыл. Тамақ келеді. Әкел. Тамақ келді ғой. Ереке, құтты болсын, бізден көріндік. Жақсы аға? Рахмет. Жақсы онда Ереке? Жақсы. Рахмет, үлкен рахмет. Мінекей. Жақсы онда Ереке? Жоқ, маған кітап керек жоқ. Мен оқымайын бәрібір кітап. Жақсы онда Ереке? Жақсы. Хабарласамыз. Жігіттер, мына болам деген ел өзен жағалайды. Өсем деген ер өнер жағалайды. Өнерлерің талмасын. Өнерлеріңе риза болдым, айналайын. Мына әрқайсыңа бір ағаларыңнан не болсын. Мәңдер. Қазақтың жігіттерін қалтасы томпайып жүрсін. Рахмет аға. Еске алып отырамыз ғой аға сізді. Арасында жаңа мақтағаның бар. Рахмет аға. Еске алып тұрамыз ғой. Жаңа ғана домбыра тартқан жігіт қайықты өз? Қайсың еді өз? Мен ғой аға, мен ғой. Айналайын, талабыңа нұр жаусын. Рахмет аға. Талпынысың жақсы, бірақ анау домбыраның үні халықтың үні сияқты жоғары жетпей жатыр ғой. Қақтан да домбыраң әкпеш? Қазір білмейді аға. Мінекейіңіз. Мынаның пернелері қайда кеткеннен? Жаңа былай болды ғой ағана, бір-екі пернесі сетінеп тұр екен. Одан кейін іштеңе қылмайтын шығар деп соңына жинап тастадық пернелерін. Перненің кір-кір болып іздері қалып кеткен, сонымен тартсам дауыс шығатын шығар деп сөйтсем, қай жерінен тартсам да басып бір дауыс шығарып тұр ғой, болмайды екен ғой. Бұл қасиетті домбырада керек емес деген нәрсе жоқ. Өзі нота деген осы пернемен тұрады.
Сен былай қыл, мен саған ағаңның атынан бір домбыра әперейін. Мына бір жақсы домбыра ал, мына қанша мына $1000 домбыра келетін шығар, жақсы домбыра, иә? Аға, $1000 10 домбыра аламын ғой мен. Ал, айналайын. Рахмет, аға. Қазақтың жігіттерін қалтасы томпайып жүру керек. Рахмет, аға, мен сізге ырза болдым. Сіз домбыраны танығаныңыз, қазақты танығаныңыз, домбыраға жаныңыз ашығаны, қазаққа жаныңыз ашығаны, сіз қазаққа керексіз. Сіз өзіңіздің кандидатураңыз қайттан ұсыныңыз. Аха, ой, мынау мені... Сіз керексіз қазаққа, аға. Ойланыңыз, аға. Мені бір шабыттандырып, қуаттандырды ғой мына бала, а? Сен бала керексің. Жүр сен, екеуміз әңгімелесейік. Мен телефон нөмірім жазып ал, әлі мен саған талай керек болам әлі. Без очередь кіріп кетті ғой, ә? Мен кірсем ба деп тұрамын. Мынау өте жақсы кірді бірақ ше. Қыш. Мен бағаладым мынан кірген. Аяқ киіммен кіріп кетті ғой. Баса көктеп кірді ғой мынау кәдімгідей. Тарс шамалы ғой есігін. Айт жақын арада ешкімді кіргізбейтіндей қылып жатты мынау. Деген тағы бір 15 минуттай сөйлесе ше, мынау домбыра мектебін ашатын сияқты. Біржан Байтұрыпқа жұмыс іздей берді керек болды ғой. Қаратау мектебін аладың ғой? Иә, мынау. Оны жабайын деп тұрғыз. Сүйіп атыр дейді. Алабыз аға, лентаны қиыңыз өзіңіз алабыз аға. Қол соғып қояйық, құрметті ағайындар. Бәрекелді. Жарсай. Менің ағам керемет, одан артық не керек. Жар. Менің ағам керемет, одан артық не керек. Ақшаны тағы алып қойдың ғой. А? Ой.